Бірнеше апта бұрын біз Urban Forum Қазақстан атынан Қазақстан қалаларында рұқсат етілген жылдамдықты 30 км/сағатқа дейін төмендету қажеттілігі жайлы мәселе қозғаған болатынбыз. Қазақстандықтардың бір бөлігі біздің бұл ұсынысымызды қолдады. Алайда мұндай шараның бұрын соңды болмаған кептелістер тудырып, соның кесірінен экология мен өміріміздің басқа да салаларына теріс зардабын тигізетінін айтқандар да болды. Бүгін біз жылдамдық режимінің жол кептелістерінің пайда болуына қалай әсер ететініне және жылдамдық шегін өзгерту арқылы көшелердің өткізу мүмкіндігін қалай басқаруға болатыны жайлы айтатын боламыз. Бұл видеода біз жаяу жүргіншілер қауіпсіздігі, шу және экологиялық ластану деңгейі, мүмкіндігі шектеулі адамдарға қарастырылған жағдайлар мен қаладағы автомобиль қозғалысының жоғарғы жылдамдығы теріс ықпал ететін басқа да салаларға қатысты мәселелерді қозғамаймыз. Бүгін тек жылдамдықты жақсы көретін және кептелісті жек көретін автомобильшілердің жеке мүддесі туралы сөз етеміз. Көптеген жүргізушілер рұқсат етілген жылдамдықты арттыратын болса, жалпы қозғалыстың орташа жылдамдығы да артады. Содан кептеліс азайып, бәріміз тезірек жүреміз деп ойлайды. Автоәуесқойлар Әл-Фараби, Сайын, Шығыс айналмалы автожолы мен Рысқұлов көшелеріндегі рұқсат етілген жылдамдықты 80 км/сағатына дейін көбейткенде қатты қуанған еді. Алайда осы көшелерде кептеліс азайды деп ешкім де айта алмас. Алматылықтардың көп бөлігіне осы көше керек болатын кептелістің шарықтау сәтінде ол тасбақалар соқпағын көзге елестетеді. Бұндай құбылыстың себебін түсінуге бізге жол кептелісінің симуляторы көмектеседі. Жылдамдық шектеуі 80 км/сағатына болатын Әл-Фараби даңғылын мысалға алайық. 80-ге қоса заң бойынша 10 км/сағаттық айыппұл салынбайтын шектеменің бар екенін ескерсек, бұл көшеде 90 км/сағатқа дейін жылдамдықпен заңды түрде қозғалуға болады. Әл-Фараби көшесінде көліктердің ағысы 90 км/сағаттық орташа қозғалыс жылдамдығымен тек әр жолақтың бір шақырымдағы көліктердің саны 10 бірліктен аспайтын жағдайда ғана жүре алады. Мұндай жағдай тек демалыс күндері мен түнгі уақытта ғана орын алады. Егер бір жолақтағы көліктердің саны әр километр үшін 20 бірлікке дейін өссе, орташа жылдамдық 85 км/сағатқа дейін азаяды. Бұл әлде де жылдам, алайда мұндай жылдамдықпен тек қана шектеулі көлік саны қозғала алады. Бұл симуляторда біздің мүлтіксіз жағдайды қарастырып отырғанымызды ескере қойыңыз. Мұнда жол қиылыстары, екінші дәрежелі көшелерге кіріп шығатын қозғалыс, жолдағы жолдар саны өзгергенде туындайтын қусырма жолдар жоқ. Сондай-ақ белгілі бір уақытта әлде бір жолақ қозғалысын шектеп тастайтын жол жөндеу жұмыстары мен жол апаттары да жоқ. Тіпті осындай мүлтіксіз жағдайда да жүргізушілер жолақты ауыстыратын жағдайлар туындайды. Жалпы, үнемі неғұрлым жылдам жолаққа ауысып отыру әдеті тек біздің жүргізушілерге ғана тән емес. Ол неміс симуляторларында да көрсетілген. Жолақтағы көліктердің саны 30-ға жетсе, көше тапжылмастай кептеліске түседі. Ондай жағдай бәріңізге де таныс болар. Солай емес пе? Енді қайттық. Рұқсат етілген жылдамдықты түсіріп көрейік. Не болады екен? Рұқсат етілген жылдамдық 70 км/сағатына болғанда, біздің көшелерде бұндай шектеуді 60 км/сағат белгілерімен көрсетеді. Жағдай осыған ұқсас. Кептеліс жоғалып кетпейді. Дегенмен 70-тің өзі 90-ға қарағанда жақсырақ. Егер әрбір жолақта бір шақырымдағы машиналар саны 25 бірліктен аспаса, онда 70 км/сағат кезінде кептелістер туындамайды. Ал 90 км/сағатта кептелістер салдарынан жалпы қозғалыстың орташа жылдамдығы 0 км/сағатқа дейін төмендейді. Әр жолақтағы бір шақырымдағы көліктердің саны 30-дан асқан кезде кептелістен қалай құтылсақ екен? Жылдамдықты 60 км/сағатқа дейін азайтып көрейік. Біз әлі де кептелісте тұрмыз. Жылдамдықты тағы да азайтып, 50 км/сағатына шектеуін қояйық. Тек осындай рұқсат етілген жылдамдықта ғана біз кептелістен құтылып, көшемен расында да жылдам қозғалуға мүмкіндік аламыз. Қазақстандық заңнама жағдайында бұл 40 км/сағат жылдамдық шектеуін білдіреді. Өйткені жылдамдық режимінің белгіленген шектеуден 10 км/сағатқа дейін асырып бұзуға болады. Әл-Фараби даңғылының нақты жүктелу жағдайындағы ең жоғарғы орташа жылдамдықты қамтамасыз ететін шектеуді талдап көрдік.
Енді бағдаршамдары бар көшелердегі шектеудің қандай болу керектігін көрейік. 50 км сағатына деген шектеуде тіпті бір бағдаршамның өзі ғана бітпейтін кептеліс жасай алады. Оны жалпы қозғалыс ағымы реттей алмайды. Түбегейлі шараны қолға алып 30 км сағаттық шектеу орнатайық. Сонда неге қол жеткіземіз? Мұндай шектеу кезінде қозғалыс ағымы бағдаршам әсерінен пайда болған кептеліс соңын қуып жетіп үлгермейді. Нәтижесінде көшеде тапжылмас кептелісте тұрудың орнына біз 30 км сағаттық орташа жылдамдықты тұрақты түрде ұстап отыратын боламыз. Бұл симулятормен өздеріңіз де таныса аласыздар. Сілтеме осы видеоның сипаттамасында болады. Ал енді қорытындыны өзіңіз де жасай аласыз деп ойлаймыз. Сіз үшін маңыздысы не болды? Түнгі уақытта 90 км сағатпен қозғалу мүмкіндігі ме? Әлде күн сайын кептелістің шарықтау уақытында сол кептелістің өзінсіз қозғалу ма? Кейде 50, тіпті 30 да 90-нан артық бола алады екен. Видеоға лайк басып, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Келешекте сіздерді көптеген қызықты деген видеолар күтеді.